Қайырлы күн, Ильсур Османұлы. Біздің сұрақтарымызға жауап беруге уақыт тапқаныңыз үшін рахмет. Бастапқыда қандай қиындықтарға душар болдыңыз және олар қалай шешілді? Остановка Березовской фабрики. Мен үшін Березов кен байыту фабрикасының тоқтауы қиынға соқты. Тексеріп шыққаннан кейін біз фабрикада әрі қарай жұмыс істеу мүмкін емес деген қорытынды жасадық. Корпорация компанияны бұзу туралы шешім қабылдады. Осы тұста әлеуметтік мәселелердің басы қылтиды. Адамдарды жұмыспен қамту қажет болды. Біз оларды басқа фабрикаларға бөліп орналастырдық. Қазір қалдық сақтайтын қойма рекультивациялау мәселесі қаралып жатыр. Рекультивации хвостохранилища, потому что там... Өйткені аталған нысан маңында елді мекен бар. Қойма іске қосылған уақыттан бері біраз уақыт өтті. Зиянды заттар көбейді. Қазір біз осы мәселемен жан-жақты айналысып жатырмыз. Работать, естественно, появилась запыленность местного населения. Над этим мы сейчас плотно работаем. Еще один трудный момент. Тағы бір күрделі мәселе ақпан айында Артемьев шахтасында жұмыс беруші мен жұмысшылар арасында еңбек дауы туындады. Бақытымызға орай біз үлкен қиындықпен болса да келісімге келдік. Ол жұмысшылардың көңілінен шығып, өзара түсіністік орнады. Еңбек персоналы көтерген барлық мәселелер бүгінгі күні толық шешімін тапты. Ну и третий момент, конечно, все сегодня знают. Үшінші сынақ бүгінде көп айтылып жүрген компания қайта ұйымдастыру процесі болды. Яғни Шығыс Қазақстан тобы. Жалпы Шығыс аймақтағы өндіріс алаңдары өз алдына отау тігіп, жеке жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне айналып отыр. Бұл заңды тұрғыда өз алдына жеке компания. Бүгінгі күнге дейін аз тер төгілген жоқ, бірақ атқарылған жұмыста баршылық. Әлбетте қиындықсыз болмайды, алайда олардың бәрін шешуге болады. Здесь, конечно, возникают некоторые трудности, но эти трудности все преодолимы. Анисимов қайнары мен Артемьев кенішінің екінші кезегі жайлы сөз қозғағалы бірнеше жылдың жүзі болды. Осы қос жобаның келешегі туралы не айтар едіңіз? Олардың тағдыры не болды? Много разговоров идет о целесообразности разработки Анисимова ключа. Анисимов қайнары кенішін игерудің қаншалықты мақсатқа сай болатыны белгісіз. Бұл мәселе көп талқыланып жүр және әлі күнге дейін басы ашық күйінде қалып отыр. Қазіргі таңда оның экономикалық тиімділік есептелу үстінде. Біз бұл мәселені жан-жақты зерттеп жатырмыз. Себебі юбилейный Снегирихин кенішінің қоры түгесіліп жатыр. Биылғы жылы аталған аймақта геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу үшін қаражат бөлінді. Біз кеніштегі шикізат қоры сарқылып қалмай тұрып, оны көршілес кеніштермен толтырғымыз келеді. Ол Анисимов қайнарымен немесе батыс кеніші болуы мүмкін. Жаз-күз маусымында тағы 4 ұңғыма бұрғылау жоспарланып отыр. Содан соң жобалық сметалық құжаттарды әзірлеп, жаңа шикізат базасын салу мәселесі шешіледі. Күзге қарай бұл жұмыс нәтиже бере бастауы тиіс деп ойлаймын. И строить еще какую-то сырьевую базу на этом месте. Артемьевский рудник второй очереди — это одна из основных программ. Артемьев кенішінің екінші кезегі біздегі негізгі бағдарламалардың бірі. Өйткені біз қазір қолданып жатқан шикізат қорлары 2016 жылдан бастап азая бастамақ. Осы уақыт аралығында біз Артемьев кенішінің екінші кезегін іске қосып үлгеруіміз керек. Қазір бұл бағыттағы жұмыстар үлкен қарқынмен жүріп жатыр. Жобалық сметалық құжаттар әзірленіп, кенішті ашатын мердігер іріктелуде. Біз қолданыстағы кенішті игеру аяқталған кезде біртіндеп екінші кенішті игеруді бастауды жоспарлап отырмыз. Оларды екі бөлек кеніш деп емес, руда қоры бар тұтас бір кеніш ретінде қарастырған жөн. Сол себепті біз оны екінші кезек деп атадық. В составе одного месторождения, просто эта руда немножко протянулась в другую сторону, поэтому ее назвали как бы вторая очередь. Николаев байыту фабрикасын қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталуға жақын. Белоусов фабрикасында жаңа флотациялық қондырғылар орнатылды. Осы жобалар жайлы нақтырақ айтып берсеңіз, ол бізге не береді? Увеличить производительность до 2,2 миллиона тонн. Биыл Николаев кен байыту фабрикасын қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталды. Бұл өндіріс өнімділігін арттырып, өңделген өнім көлемін жылына 2,2 тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Оған қоса біз мыс, мырыш пен қорғасын өндірісінде арттырамыз. Мұның экономикалық нәтижесі де жаман болмауы тиіс. Белоусов фабрикасына келер болсақ, оған да орасан зор қаражат жұмсалды. Бүгінде бұл қаржы толық игерілді.
Фабриканың жағдайы мүшкіл болатын. Қазір ол жоспарлы режимде жұмыс істеп жатыр. Металл өндіру көрсеткіші де жаман емес. Бұл шығыс аймақтағы кеніш жұмыстарының ақырына дейін жетеді деп ойлаймын. Хватит нам еще до конца работы.